Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге жареный кабачоктың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: кабачок 350 грамм, сарымсақ 2 зубчик, соевый соус 50 мл, крахмал 1 шай қасық, қант 1 шай қасық, өсімдік майы 30 мл және аскөк кунжут. Ең алдыменен соевый соусымызға чеснок, крахмал, тұз, бұрыш бәрін қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға өсімдік майын құйып, кабачоктарымызды салып, жақсылап араластырып 5 минуттай қуырып аламыз. Және де бетін жауып қойсаңыздар болады. Содан кейін ашып тағы да араластырып аласыздар. Жақсылап. Содан кейін дайын болған заправкамызды құйып, тағы да араластырып, тағы да 5 минуттай қуырып аламыз. Енді аскөгімізді салып аламыз. Содан кейін кунжут себеміз үстінен. Дәмі деген тіл үйіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.